үй тапсырмасын тез бітірудің 3 әдісі. Сіздермен жол болғыш, және бүгінгі видео қайтадан студенттерге арналған. Сабақтан шаршап, үй тапсырмасын жасауды кейінге қалдырасың. Кейін оны жасауды мүлде ұмытып кетесің, немесе дедлайнға тақалып, асығып-сүгіп жасайсың. Содан стресс, төмен баға, нәтиже сондай. Мен ойымша, үй тапсырмасын тез әрі уақытылы жасаудың тек қана 3 әдісі бар. Біріншісі, ол сабақтан кейін келіп, демалмай, дереу үй жұмысын, яғни үй тапсырмасын жасауға кірісіп кету. Екіншісі, сабақтан кейін сәл демалып, үй тапсырмасын жасау. Үшіншісі, демалып, жоспар құрып, дедлайнға дейін уақытылы, өз темпында, қалпында үй тапсырмасын жасау. Басқа ешқандай әдіс жоқ деп ойлаймын. Басқа әдістердің барлығы ол еріншектің ертеңі бітпейді дегендей, дедлайнға дейін созып жүре беру. Барлығы уақытқа байланысты. Қалай саған берілген уақытты жұмсайсың, сондай нәтижені көресің. Мен үшін сабақтың ауқымдығы және қиындығына байланысты осы 3 әдісте қолданатын әдістер. Оларды араластырып қолданам, бірақ жеке тұлға ретінде өзіңіздің ерекшеліктеріңізге назар аударуды ұмытпаңыздар. Егер демалғаннан кейін кері сабаққа қайтып келе алмаймын деп ойласаңыз, онда демалмай, сабақты оқып, кейін бір жолата демалған жөн болады. Орыстар айтады ғой, сделал дело, гуляй смело. Яғни шаруан түгел болса, ауа жұту да жеңіл. Бүкіл шаруаңызды үй тапсырмасын барлығын бітіріп тастап, кейін бір жолата, яғни бір атала демалған сол дұрысырақ болады. Егер демалғаннан кейін кері сабаққа бір ілесіп кетіп, сабаққа оқу темпіне ілесе алмайтын болсаңыздар. Сондықтан осы 3 әдіс пайдалы болды деп ойлаймын. Қысқа да нұсқа видео, артық ештеңесіз. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тіркеліңіздер, комментарийға өз ойларыңызды жазыңыздар, және сау болыңыздар.